Солтүстік қазақстандық кикбоксшы Азамат Нұрпейісовтің өмірінің қыл үстінде екендігі туралы ақпарат өткен жұманың соңында ел бойынша тарап кеткен. Ел мақтанышының өкпесінде қатерлі ісік табылғанын естіген халық әлеуметтік желі арқылы Азаматтың өмірін сақтап қалуды ұрандатып жатты. Спортшының туған жерінде де Азамат Нұрпейісовті қолдау шаралары тоқтаусыз жүргізілуде. Осыған орай облыстық спортшылар бірлесіп ММА мен грэпплингтен шеберлік сыныбын өткізді. Бүгінгі қайырымды акция ұйымдастырып өткізіп атқанымыз біздің спортшыларымызге, біздің жерлеске, Азамат Нұрпейісовке байланысты. Бүгінгі оның ауырып қалған жағдайына қаржы жағынан көмектесіп, бүкіл облысымыздың спортшыларымызды жинап, көршілес Ресей жерінен Омстан Георгий Емельяновты спорт шеберін шақыртып, мастер-класс өткізуге үздес болып отырмыз. Кикбоксингтен әлем чемпионы Георгий Емельянов Азаматпен 10 жылдан бері таныс екендерін айтып отыр. Сөзінше болашағынан үлкен үміт күттіретін спортшының бұндай жағдайға тап болатынын ойламаса керек. Бүгінде көрші Ресейде тұратын ол қайырымдылық шараға арнайы келген. Мы долгое время боксировали в одной из Азаматты бұрыннан білемін. Талай жарыстарда кездесетінбіз. Петропавлға бұрыннан келуді жоспарлап жүрдім. Міне сәті түсті десем де болады. Бүгінде Азамат Нұрпейісов ота жасату үшін Оңтүстік Корея еліне аттанды. Солтүстік қазақстандық спортшыға жалпы құны $60,000 құрайтын ота жасату қажет. Азаматтың жақындары енді тек Корея елінің дәрігерлерінен үміттенуде.